Налянға Седат хабарласады, бірақ Налян көтермейді. Седаттың анасы жөнінде айтқан сөздері есіне түсіп, ашуланып кетеді. Хайриге Биллюр хабарласады. Хайри мырза, менің машинам жолда тұрып бұзылып қалды. Маған көмектесесіз бе? Ханым, мен сізге 5 минуттан кейін хабарласамын. Жарайды, ендеше сіздің хабарламаңызды күтемін. Хайри Налянға қарайды. Налян, маған олай қарамаңыз. Оған шұғыл көмек керек болып тұр, көмектесіңіз деп Хайриді түсіріп жібереді. Мен мұндай жағдайда жалғыз қалғым келеді. Кілтті маған беріңіз. Өзім айдап кетемін. Сіз одан да барып Биллюрге көмектесіңіз. Хайри артынан уайымдап қалады. Фарида өте әлсіреп, қорапты алып үйге келеді. Фарида ханым, сізде барлығы жақсы ма? Менде барлығы жақсы. Қонақ келіпті, сіздерге кедергі жасамайын. Первин Фаридаға, сіз Налян ханымның анасысыз ба? Мен Первинмін, Пераның анасымын. Рафет, Фарида ханым, бізбен бірге отырсаңызшы. Фарида, жоқ, қазір емес. Мен өте қатты шаршадым, бөлмеме барып жатып демалайын. Ендеше демалыңыз деп жібереді. Сізге біздің үй ұнамаған сияқты. Первин қатты қарқылдап күліп, сіз өте әзілқой екенсіз. Менің кетуім керек, әлі тойға дайындалуымыз керекпіз. Әлі тойдың тізімін жасауым керекпін деп Первин шығып кетеді. Артынан Рафет те шығады. Рафет, Первин, жетер енді. Менімен ойнағаныңды доғар. Тыныштал, Рафет, жаман бір нәрсе болды ма? Гүлжиханмен таныссам, әлем төңкеріліп кетті ме? Мен оған әлі шындықты айтқан жоқпын. Мен мұнда балаларымның бақыты үшін, қамы үшін келдім деп Первин кетіп қалады. Рафет, ана елмен біз құда болмаймыз. Бұл тойды тоқтат. Не істесең де тоқтататын бол. Тыныштал, Гүлжихан, ешқандай той болмайды. Гүлжихан, егер менің айтқаным болмаса, мен бұл үйден мәңгілікке кетемін. Және ешқашан оралмаймын. Тыныштал, Гүлжихан, мен саған айттым ғой, мен барлығын шешемін деп. Бұл мәселе тезірек шешілетін болсын, түсіндің бе? Рафет бір адамға хабарласып кездесе аламыз ба дейді. Мен Налянға анасы туралы барлық шындықты айттым. Иә, ол қалай қабылдады? Ол енді мені жеп көреді. Енді не істейсіз? Білмеймін. Қазір Налян қайда? Ол енді қоңырауыма жауап бермейді. Уайымдамаңыз ханым, мен қазір оған хабарласамын. Маған ұялмай қалай хабарласып тұрсың деп Налян тұтқаны көтермейді. Барлығың өтірікшісіңдер, барлығың мені алдадыңдар. Көзімді бақырайтып қойып, бұған қалай дәттерің барды? Себебі мен өзім де курс оқырмын деп Налян қатты жылайды. Ханым телефонды көтермеді. Ол енді мені ешқашан кешірмейді. Ол қазір ашуланатын шығар, бірақ кейін ұмытады. Сіз оның анасысыз ғой. Жоқ, мен оны іздеп табуым керек деп орнынан тұрған кезде Фариданың басы айналып құлайды. Ішінен менің уақытым келген сияқты. Менің уақытым келді деп іштей қайталай береді. Хафиш, көмектесіңдер, кім бар мұнда? Фарида ханым талып қалды. Кәне дәрігер шақырайық деген кезде дәрігер қажет емес дейді Фарида. Налян көлікте жылап отырады. Биллюр, көмектескеніңізге көп рахмет, сіздің уақытыңызды алмадым ба? Жоқ, ешқандай да уақытымды алмадыңыз. Биллюр Налянға, құрбым барлығы жақсы ма деп сообщение жазып жібереді. Налян жауап бермейді. Дәрігер келіп Фариданы тексереді. Оны ауруханаға апарғандарыңыз дұрыс. Дегенмен мен қанын алдым, енді сараптама жасаймыз дейді. Жолда Хайри Налянды көріп қалады. Налян терезені жауып, сіз кете беріңіз, менде барлығы жақсы. Естіп тұрсыз ба? Мен сізге барлығы жақсы, кете беріңіз дедім ғой деп Налян ұрсып береді. Фарида ханым өте әлсіз, жақсы күтім керек дейді дәрігер. Налян сыртта дәрігерді кездестіріп барлығын естиді. Гүлжихан Налянға, сен бозарып кетіпсің ғой? Жоқ апа, менде барлығы жақсы дейді. Налян Фариданы көруге келеді. Фарида көзін ашып, Налян қызым дейді, бірақ Налян кетіп қалады. Сыртта дүнду Налянға, сіз апаңыздың қасында болуыңыз керек сияқты. Налян, солай ма? Тағы не істеуім керек? Барлығын сендер білесіңдер ғой, сендердің айтқандарыңды жасайын. Жоқ ханым, мен тек айтайын дегенім. Жетер енді, жетер деп Налян бұлданып бөлмесіне кіріп кетеді. Бұнда бәрі ақылды, мен ақымақпын дейді. Рафет пен Пера кездеседі. Рафет, біздің кездесуімізді Музо біле ме? Жоқ, әрине білмейді. Рафет, әрине дейсіз бе? Пера, мен оның ашуланғанын қаламаймын. Сіз біздің некемізді қолдамайсыз, балаңызды да жоғалтқыңыз келмейді. Мен сізді жақсы түсінемін. Қымбатты Пера, мен сенімен ренжіскім келмейді. Бірақ мен бір нәрсені анық білемін, бұл той ешқашан болмайды. Пера, мен Музаферді өте қатты жақсы көремін. Егер біз айырылсақ та, көріспесек те, оны өмір бойы мен жақсы көріп өтемін. Біздің махаббатымыздың сіздердің отбасыларыңызға қатысы жоқ. Компанияны Музоға бергеніңізді білемін. Бір нәрсені анық біліңіз. Ешқандай арам ойым жоқ. Мен өзім жақсы жұмыс жасаймын. Менің сүйікті ісім бар. Қаласаңыз біз неке келісімін жасайық. Маған сеніңіз, мен еш нәрсеге қарамастан оны сүйемін. Налян бөлмесінде қайғырып отырады. Хафиш Налянмен сөйлесуге бөлмесіне келеді. Налян ханым, анаңызға қолдауыңыз ауадай қажет.
оның қолынан ұстап қасында болыңыз. Налян: сен де білдің ғой, осынша уақыт бойы барлығын менен жасырдыңдар. Сен маған осындай қиын уақытта оны қолда дейсің бе? Фарида ханымның организмі қазір өте әлсіз, сол үшін оның қасына барыңыз деймін. Налян ашуланып: Хафиш, кет менің бөлмемнен, деп қуып шығады. Седат Налянға келіп: сенің қолың жараланып қалыпты ғой, оны таңу керек дегенде, Налян: сен барлығын білдің ғой, маған біртүрлі сұрақтарды қойып жүредің. Седат: не жайлы айтып тұрсың? Маған өтірік айтушы болма, айт кәне. Седат: маған сен, мен оны жақын арада ғана білдім. Мен саған айтқым келді, бірақ қалай айтарымды білмедім. Таң қалып тұрмын, демек анам саған бұны бірінші рет айтқан ба? Седат: жоқ, оны маған Жанна айтты. Сосын Фарида ханым мені ас үйде сұрақтың астын алды. Налян: не дейсің? Сен жаңа алдында ғана не дедің? Жанна дедің бе? Ол қалайша бұл шындықты менен бұрын білді? Бұл не деген сұмдық өзі? Мен енді сені ешқашан көргім келмейді. Қане кет, шық бөлмеден. Налян: тыңдашы. Жоқ, тыңдағым келмейді. Мен бұндай уақытта қайда барамын? Қайда барғың келсе сонда бар. Анаңа бар, ағаңа бар, Жаннаға барсаң да болады. Біреумен қыдырып уақыт өткізесің бе? Білмеймін, әйтеуір бөлмеден кет, деп Седатты қуып жібереді. Селин Джавидке серіктес болуға ұсыныс жасайды. Джавид ойланып: Селин, мен сенің қалай жұмысты жақсы жасайтыныңды білемін, бірақ сен қазір ашумен шешім қабылдап тұрсың. Жоқ, мен ашумен емес, ақылмен шешім қабылдап тұрмын. Мен Налянның жерін алып, онда қонақ үй ашамын. Сен ол жерді ала аласың ба? Я, әрине ала аламын. Егер ол жерді алсаң, мен келісемін, дейді. Пера Музоға: бірге бір жерге барып тамақтанып қайтайық. Музо: жоқ, мен қазір шаршап тұрмын, осында тамақтана берейік, дейді. Пера мен Музо той күнін белгілеп қояды. Налянның есігін біреу қағады. Кім екен деп шыққан кезде жерге бір затты тастап кеткен екен. Налян бірден асыға түсіп: Хайри мырза, дейді. Мына затты маған не үшін әкеп тастадыңыз? Қайтып алыңыз. Хайри: мен тек сіздің қолыңыз жараланғаннан кейін қолыңызды таңуға зат тастап кеттім. Налян: енді маған бұлай жасаушы болмаңыз. Маған ешкімнің көмегі керек емес, деп тұрған кезде Тако келіп қалады. Налян білдірмес үшін Хайриді басқа зат үшін жұмсап жібереді. Селин: қымбаттым, бұл асығыстық шешім емес пе? Седаттың ол жерді Наляннан сұрап ала алатынына сенімсің бе? Мен сенімдімін, қайтсек те ол жер біздікі болады. Рафет ойланып тұрған кезде оған Гүлжихан келеді. Сен бір шешімін таптың ба деген кезде, Гүлжихан: сенімен сөйлесуім керек, мен бүгін Первинмен кездестім. Не? Сен ол қызбен не үшін кездесіп жүрсің? Кәне, ашуланбай мені тыңда. Ол қыз Музоны шынымен де жақсы көретін сияқты. Гүлжихан: мен есімнен адасатын шығармын. Сен басыңды ұрып алдың ба? Ол қыз оны жақсы көре ме, жоқ па? Бізге бәрібір. Рафет: Гүлжихан, тыңда. Егер олар біз үшін айырылысатын болса, онда Музо өмір бойы бақытсыз болып өтеді. Рафет: құлағыңды ашып тыңда. Әлгі қыз сені өтірік сөздермен алдай алған шығар, бірақ мені алдай алмайды. Ешқашан менің ұлым оған үйленбейді.